Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Қазіргі уақытта неше түрлі смартфондар шығып жатыр. Соның ішінде ең үздігін біз сіздерге көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. So many pieces all back together now. What's your vision? BeeView 9600 Pro смартфоны қытайлықтардың арасындағы ең табысты смартфон болып отыр. Мұндай смартфонның негізгі ерекшеліктері оның қатқылдылығы мен корпусында. Корпусы қатқыл металлы шыны резеңкеден орналасқан. Бұл смартфон өте мықты, судың астында 30 минуттан астам және де -60 градусқа да төзімді болып отыр. Биіктіктен құлаған кезде де сынбай өз қалпын сақтай алады. Аккумуляторының қуаттылығы 5540 мАч құрап отыр. Бұл дегеніміз 2 күн жұмыс жасай алады. Камерасына тоқтала кетсек, камерасы артқы камерасының көлемі 18 мегапиксель, ал алдыңғы камерасы 8 мегапиксельді құрап отыр. Сондай-ақ саусақ ізінің сканері орналасқан. LG View 40. Кореялықтардың бұл смартфоны басқа смартфондарға қарағанда фоны бойынша таңғалдырмаса да кейбір фишкалары жанкүйерлерге ұнауы анық. Артқы жағы жартылай шыныдан орналасқан және саусақ ізі сканерімен жабдықталды. Смартфон 4 түсті: көк, қызыл, қара және сұры. Негізгі жады 64 гигабайт, жедел жады 6 гигабайтты құрап отыр. LG компаниясы музыкалық мүмкіндіктеріне назар аударды. 32 биттік цифрлық аналогтық түрлендірішке ие. Ол түпнұсқаны барынша анық жеткізуге ие. Камерасы 19 мегапиксель және де алдыңғы камерасы 13 мегапиксельді құрап отыр. Ал қуаттылығы 3330 мАч құрайды. Салмағының көлемі 193 грамм. Hubble Phone коммерциялық атауы бойынша мега құрылғы жақын арада сатылымға шығатын жариялады. Жаңа құрылғы әртүрлі бағытта айнала алады. Сонымен қатар дизайны 2 батареямен орналастырылады. Біреуінің қуаттылығы 2800 мАч құраса, екіншісі 3200 мАч құрап отыр. Камерасы артқы панелінде орналасқан 60 мегапиксельді құрап отыр. Сатылымға 2020 жылы шықпақ. Sony Xperia XZ3. Жапондардың бұл смартфоны айтарлықтай жаңалық енгізбесе де кейбір смартфондарға бәсекелестік туғызары анық. Бұл смартфон дизайны жағынан Samsung S9-ға ұқсас болып келеді. Жапондықтар бұл смартфонға жылдам зарядтау, саусақ ізінің сканері, сондай-ақ басқа да өзгерістер енгізілді. Жадының көлемі 64 гигабайтты құраса, негізгі камерасы 16 мегапиксельді және де қосымша 12 мегапиксельді камерамен жабдықталды. Vivo Nex. Қытай компаниясының бұл смартфоны Ресейде өткен әлем чемпионатының қолдаушысы болды. Дисплейінің көлемі 6x6, саусақ ізі сканер, сондай-ақ жылдам зарядтағышпен жабдықталды. Жадының көлемі 128 гигабайтты құраса, ал жедел жады 8 гигабайтты құрап отыр. Негізгі камерасы 16 мегапиксель және де қосымша 5 мегапиксельді камерамен жабдықталды. Алдыңғы камерасы жоғарынан шығатын 8 мегапиксельді камерамен жабдықталды. Ал аккумуляторының қуаттылығы 4000 мАч құрап отыр. Смартфонды Қытай дүкендерінен таба аласыз. Doge S80. Жаңа қытайлардың Doge S80 смартфоны жаңа мүмкіндіктерге ие болды. Оның қуаттылығы мен әскерлерге арналған реакциясын айтуға болады. Өте қуатты батареясы біраз адамды таңғалдырды. Батареясының көлемі 10080 мАч құрап отыр. Бұл дегеніміз 3-4 күн тоқтамай жұмыс жасай алады. Тез зарядтағышы бар. Салмағының көлемі 288 граммды құрап отыр.
негізгі жады 64 гигабайтты құраса, оперативті жады 6 гигабайтты құрап отыр. Камерасы 12 мегапикселді және 5 мегапикселді қосалқы камерамен біріктірілген. Негізгі камерасы 16 мегапикселді құрап отыр. Samsung Galaxy A9 смартфоны кореялықтардың бұл су жаңа 4 камералы смартфонға біраз өзгерістер енгізілді. Соның ішінде саусақ ізімен сканерлеу, дыбыспен навигация, сымсыз заряд, тез зарядтағыш енгізілді. Процессордың көлемі ұлғайтылды. Жадының көлемі 128 гигабайт және де жедел жады 8 гигабайтты құрап отыр. Толық мәліметті samsung.com сайтынан көре аласыздар. Бүгінге осы достар. Видео ұнаса каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сондай-ақ колокольчикті де басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.